Бізде көксерек, ақпар. Біз сағысына осы тазымен шығамыз. Нұрекен, сізді таңғалдырған қасқырдың ең бір қуық кезі қандай болды? Артыңа шадан отырғызып алды, қасқырдың қасы бар, ат десең атады. Сол бұға тұрып қалған. Вертолетпен үстін байқамай көтеріп күні ала алмаймыз. 5 күн жатырмыз, 5 күн бойы қар жаумай қалғаннан кейін үлкеніміз былай кесіп өтеді. Былай кесіп өтеді. Арлан келіп, мына жақтан келіп кірді. Сатып атқан жоқ. Тазыны дамытуға көп кедергі келтіріп атқан нәрсе. Тазыда да шанс бар, аңда да шанс бар. Ер қанаты бағдарламасы Әділ Орынбасарұлымен. Құрметті көрермендер, қазақта жалпы құмай тазыны шашақ құлақ және жарғақ құлақ деп екіге бөледі. Бізде көксерек. Көксерек. Ақбарыс. Ақбарыс көксеректің әкесі. Жақында Баянауыл барып қайттым. Ол жақтан кездестіре алмадық біз. Біз хобби дейді ғой. Даланың түз тағысы дейді жаңағы. Бөріге ит құс істеп жатады бір жерлерде. Түз тағысына осы тазымен шығамыз. Тазымен шығып, қазақтың тазысының қасқырға баратынына, қасқырды алатынына соны дәлелдеуде бізде. Өжеттілігін, Өжеттілігін, қайсарлығын. Сондықтан кезінде ондай жаңа бір қасқыр, бір тазымен жекпе-жек шайқасқанда тазы алып тастаған болған тарихта. Мынау Шет ауданында, Қарағанды облысының Айғыржал деген жерде Әміржан деген ағамыз бар. Соның Түйғын деген тазысы болған, 14 қасқыр алған өзі. Сол жекпе-жек қасқыр алатын болған. Бүркіт деген досым бар, оның да Таймас деген жарғақ құлақ тазысы болған. Онда бірге бір жекпе-жекке алған нелері бар. Иті болған тазы қасқыр алған. Қазіргі тазылар соны селекция жасап өсіріп жатырмыз. Бұлардың өзі сол жаңа бүркіттің әкесі Қалекені тауып берген, әкеп берген несі, ол кісі тазында, жылқында жақсы таниды. Көзінен, көз жанарынан байқайды. Тазының формасынан қарайды, жүгіретін өжеттілігі, осы көз жанарына қарап тазын танып қояды. Иттің қайсарлығын көзіне қарап таниды. Көзіне қарап таниды кісі. Енді былтыр марқұм болып кетті ғой. Сол Алланың жарылқасын. Сол кісінің Дөмұхаммед деген мен ағам бар, осы жерде тұратын. Қазір үйін сатып басқа үйге көшіп жатқанның себептен тазыларға менде тұр. Осы тазыларды мен ағам тазыларын кеше апарып, осы жаңа жылға дейін үш рет жаңа ит құсты алып, осы көксерек деген ақбарыстың баласы. Ақбарыс. Бұл көксерек ақбарыстың баласы. 2 жасар. Бұның өзі биыл қасқырды бірінші рет көріп тұр. Жақсы түсті. Мынау әкесі машықтанып алған, тірсекті қият бұл барып, 2 тірсекті. Бірден тірсекке жабыс. Иә, 2 тірсекті. Мынау енді өзіне машықтанып алды, қасқырдың тістегендері мынау. Бұл тамаққа кіреді. Кеңгірдектен аламады. Кеңгірдектен алады бірден. Бұл жақсы машықтанды. Әйтпесе көп тазылар кеңгірдекке бара бермейді қасқырға. Қасқырды кеңгірдегін алмайынша ол қасқыр өлтіру қиын. Сондай жақсы бір әдет алды бұл. Бірінші шығып тұрса да өзінің қайсарлығын дәлелдеп берді. Дәлелдеп берді. Бұл ағаның көші-қонына байланысты шамал күйін жоғалтып алған. Қазір енді 3 қасқыр қан жағасына байлады. Енді бұны жақсылап баптап, осындай тазылардың тегіне қарап тұқымын көбейтуге селекция жасауға керек ондай тазылар. Сол сияқты мына жерде тазылар жатыр. Сұргейік деген Қалиолла ағамыздың қайтыс болып кетті. Қайсы мынау ма? Иә, сол Сұргейік деген тазының қызы, анау ұлы. Ана 1 жасар, мынау 8 айлық. Бұлар келесі жылға. Бұлар әлі шыққан жоқ, Бұлар шыққан жоқ, бұлар. Беті қайтып қалады бұлар қазір жас кезінде барса. Мынандай 2 жасқа толғаннан кейін бар апарамыз біз. Сол Сұргейік деген тазысын Қалиолла ағамыз. Бұрында алдында Сұргейік деген тазысы болған. Сілеусін қасқырға раз-нараз жекпе-жек алатын. Сол қазір Сұргейік деген тазысын былтыр өзі кететінін білді ма марқұм. Бір үйге келген кезде келіп отырып айтқан, мен тазысын ұнататынын біледі. Нұрмұхаммед, осы таза төбінде сенікі болады. Биыл бір қасқырға шықпайтын аңға шығып. Аңды негізі осы арадан бастайтын. Менен кеп 1 апта осы жерге қоян түлікке шығамыз. Содан кейін барып Қарағандыға барып, әр жерге барып, қыс бойы сол саятшылық құрып жүреді. Өзі нағыз асылдың сынығы бұрынғы
сал серілер ғой, домбырамен де өлең айтып кете береді жүрген жерінде. Сол кісі былтыр айтқан болатын. Бірақ былтырғы сонарға шыға алмай жазда қайтып кетті. Ол кісінің жаңа бір қанатты сөзі бар. Ер жігіт үйде туып түзелу керек деп. Аттың жалында жүріп өлген жігіттің арманы жоқ дейтін. Сол арманымен аттың жалында жүріп өзінің кететінін білді ма, сол атқа мініп барып, сол жерден жүрек ұстап, инфаркт, 3-ші инфарктпен кетіп қалды, ағамыз айырылып қалды. Сол кісінің тазысы бар тұғын. Ол кісі, ол тазы Сұргек деген қазір неде жатыр. Мынадан да биік ол тазы. Қазіргі мына тазылардың биіктігі қанша? Олардың қазір биіктігі 75-80 аралығында ғой олардың биіктігі. Жаңа Сұргек деген одан биік, оның салмағының өзі 56 килограмм. Онау кеше өзен жақта бір бетонның арасына норка кіріп кетіп, сол норканы қуам деп аяғын, артқы аяғын сындырып алған. Сонымен анау Қарағандыға жібергенмін сол неге. Ота жасап отыруға аяғына ішіне спец салып ота жасап қойды. Соның өзі мысалға көп азаматтар неғыла салады, тасқа салады. Ана енді андай қасиет ит болғаннан кейін, тем более 7 қазаның бірі ғой тазы. 250 мыңдай соған шығындалып операция жасаттық. Қазір енді сол гипспен немен биыл Қасқырға баруға оның несі болмайды. Енді мына пока осы ақбарыспен көксерек бар. Мен негізі бұл жерге келгенде тазыны бастағанда жалпы қанша жыл болды Нұреке? Мен бала кезде жаңағы айттым ғой, ағам атпен еған кезде, ат шаптырып жүрген кезде, шабандоз болып жүрген кезде, мал шаруашылығына көп көмектесіп жүрдік, демалыс сайын. Сол кезде тазы жүгіртіп жүрдік. Тазы болған үйде түйеген деген. Ол бірақ аз болатын тазы. Ол жарғақ құлақ тазы болатын. Ол келе-келе осында келе тазының тұқымын таппай Қарабастан бір тазы алып келіп едім. Ол ана қайсар тазы еді. Немен Алабаймен төбелесіп, Насыбер төбелесіп қалды. Мен кезінде ана төбеттер ұстап, ит төбелесіп байланысқам. Сол алдыма бір мақсат қойдым да 2005 жылы бірінші төбет алған кезде. Қазақстанның чемпионын шығарам, сосын қоям деп. Сол Алла нәсіп етіп 2013-те Қазақстанның чемпион және Азияның чемпионын шығардым. Сосын оны қойдым да сол тазыларға көштім. Сонда осы тазыны іздестіріп жүріп, осы жерде Садовый деген жер бар, Родина деген ауылдың бер жағында. Сонда құдаларымыз болып келеді. Сонда бір жызғаннан шыққан қазақ тазыны көрдім, шашақ құлақ. Тарғыл екен. Содан сұрап едім, бермеді ана. Орнына ақшада ұсындым, бермеді. Күшігін алдым, күшігі тұрмай өп қала берді. 2 рет алдым, екеуінері өп қалды. Бір күні осы үйде отқан кезде бір ішкі жаңа сезім сол жаққа барып қайтшы деген бір не болды. Шықтым да осындай аяз болып тұр қыста. Шықтым да барсам барғам жаңағы Болат деген құда ғой енді. Болатқа барған бойдан жаңа пальма қайда деп сұрайын пальманы. Бала шағаны сұрамайын, пальманы сұрайын бірінші. Пальма қайда десем, пальма жатыр анау атып тастайды дейді. Неге атасың оны? Аяғын жоғалтып кетті дейді. Ана Родинаның қасында ағаш өсіретін питомник бар. Соның арасында қоян көп, анау тазы өзі аңға шығып кетеді, аң шалып. Соның арасында жаңағы балалар не қылып қойған ғой, тұзақ қылып қойған ғой, тросссан. Соған аяғы түсіп қалғанда бір апта жоғалып кетіп, мына аяқты тура осы жерден өзі қасқыр ұқсап шайнап, қасқыр қақпанға түскен аяғы шайнап кетеді ғой. Сөйтіп шайнап келіпті бір аптадан кейін. Қу сүйек болып қалған. Мына жердегі трубчатый сүйек дейді ғой, сол шығып тұр труба болып. Содан одан айттым, атпа дедім, мен тұқмалайын бұдан. Дедім да қолына 50 теңге жаңа тазына итті тегін алмайды деп қолына 50 теңгені арамға ұстаттым да. Тиынды. Иә. Алып кеттім тазына. Алып кетіп барып недегі ветеринарға апардым қалаға, Астана қаласына. Сол Ирина Валентина деген 1000 болар кісі бар. Сол кісі менің тазыға деген көрсеткен мейірімділігіне қарап, мынандай итті жұрт болса атып тастайтын еді, өлтіріп тастайтын еді, или өсіп етіп ұқтатып тасташы деп әкеледі. Сен мынаны қайтадан тазыға ит қатарына қосқың келген үшін мен саған отаны тегін жасап беремін деді. Тек мен наркозы ұқтататын наркоз сатып аламын, соның несін төлесең болды деді. Наркоз анау иттің салмағына қарай деп. Сол иттің салмағын өсек, салмақ деген 12 килограмм болып қойған ит деген. Истощение болып қойған ғой, бір апта аязда жатып. Соны әкеп
бір апта емдеп 18 килограмм көтердім, қайтадан апардым бір аптадан кейін. Болады деді, соны наркоз деп, бірақ өзің көмектесесің деді, сүйекті кесуге. Оған жаңағы еркектің қолы керек, шамалы қолда күш болу керек. Мен келістім, барып соны ит ұйықтатып, өзім кесіп беріп тұрдым. Ол арамен кестім, сүйекті қолтықтың түбінен. Ол алып тігіп берді. Сол таздан 2 рет күшік алдым мен. Сөйтіп көбейттім тазлардың несін. Қалай таза жан-жаққа жібердім, әр облысқа, мыналардың өзін қаншама әр туған сайын осылай жіберіп отырамын. Сатып атқан жоқ бұл. Сатпай тегін жіберіп отырып, сұрайды, оны тазында жаңағы қадірін білгенге беру керек та. Біреулерге бересің, осы ауылда бір інішекке бердім, қоймаған сол атқамын жүреді. Сөйтсем жазда бір әдемі магазиннің алдында бір түсі қызыл шақа қотыр болып кеткен бір қанша жүр екен. Оны танымадым сол. Сөйтсем жаңағы өзім берген, былтыр берген күшігім екен. Білгенімді алып кететін едім. Сөйтсем ақыры өліп қалыпты. Өткенде кездескен кезде ана тазы не болып десем, қотыр болып қалды дейді жазда дейді. Сол сияқты сол қадірін білетін адамдарға беру керек та тазыны. Жаңағыдай қадірін біліп, түсініп, жүгіртіп отырамын дейтін болса, селекциясын дамытуда енді қазір қалай болып жатыр жалпы даму жағы? Мұнда жанашыр бар, азаматтар бар кезде өлмейді, өткені. Мынау ұлағат деген інішек бар, мынау неде, Астанада. Қарағанда Мадияр деген бар, сол сияқты Бүркіт деген азамат бар, өзі атбегі, итбегі, жақында Бүркіт алып, өзі аты да Бүркіт қой енді, Қалекеннің баласы. Досым, ол да Бүркіт әкеп, енді ол атаның салтын, дәстүрін жалғастырайын деп Бүркітті салмақшы, Бүркіт алды жақында. Сол сияқты осындай азаматтар бар кезде бұның тазының тұқымы жойылмайды. Оның селекциясы енді осылай ғой, жаңағы қан тек жағын қуаламыз. Жақсы. Мынау не тазы жатқан? Бұл да Койт деген тазы болған Қарағандыда. Соның қызы мынау. Таза ма бұл да? Бұл да иә, тазы, шашақ құлақ. Мынау жүйрік тазым осы. Қоян, түлкі бәрін алатын. Енді қасқырға шықтық деп жатсыз ғой, мына жаңағы көксерек, ақбарыс осы екеуі шықты. Қасқырды алды, иә? Неше қасқыр алдыңыздар? Мынау көксеректің енді бұл итте әркім өзінің еншісіне жазбайды. Мысалға адамымызда мысалға сен менімен бірге шықсаң, мен де 3 қасқыр алған болып есептелемін, сен де 3 қасқыр алған болып есептелесің. Иә, ортақ. Иә, ортақ жеңіс болып саналады. Міне екеуінің кеше алғаны осы иттердің бірінші алды, екінші осы иттердің бастауымен ақбарыстың. Жас иттер болды қасындағылар. Жас иттерді осындай азулы арланнан жаңағы ауыздандырайық деп жас иттерді қостық та алдық. Мынау екеуі алып келді кеше жаңа жылдың алдында, осы біріне мен сол жолда қарсы алдым жаңа жылда. Тағы да барып біреуін кеше сағат 5:30-да барып алдық жаңа жылға, подарок болды. Аңшылық жаңа жылда 2020 жылда аяғын сүзіп жақсылап жаптық сол. Көксерек алғаш рет шықты деп отырсыз, енді ақбарыс ше ол. Ақбарыс ол шығып жүр, былтыр да шықты, былтыр анау Торғай өңіріне барып, анау Ресейден орман өртеніп қара қасқырлар ауып келген екен, сол қара қасқырды алды былтыр. Алдыңғы жылда алды ана жезған жақтан. Бұл шығып жүр, 2-3 жыл болды ол шығып жүрген. Мына көксерек биыл бірінші рет шығып тұр, 2 жасар. Енді қазір бұл жаңағы тазыны дамытуға көп кедергі келтіріп жатқан нәрсе, мынау бір құмалақ, бір қарын май шіртеді дейді, бір жаңағыдай браконьерлердің кесірінен бәріміз күйіп жатқан жайымыз бар. Себебі біз тазымен шыққан кезде мылтық алмаймыз, атпаймыз. Аңға шансты бірге береміз. Тазыда да шанс бар, аңда да шанс бар. Тазы жетсе шалады, жете алмаса қалады. Шын аңшылық қой нағыз, 50-50 дейсіз ғой. Екі жаққа да шанс беріледі. Сол сияқты мынау қазір заңның несін күшейтіп жіберді ғой мынау браконьерлерге. Ол бұны мен санамаймын браконьер деп. Өйткені барып қаншама шығындалып ештеңе кездеспей қайтқан кездеріміз көп. Қаншама техникамен барамыз, қаншама тартынып, итіміздің тамағы бар. Болмаса жаңағы машина техника жолмайтын жерде ат артымызға коневозка тиеп аттарымызды апарамыз. Сөйтіп бір апта жүріп тауды қағып қасқыр жүреді, бірақ қасқырдан стратегиямызды асыра алмайтын күндер болады. Қасқырды алатын адам егер сол қасқырда стратегияңды асырсаң ғана аласың. Қулығыңды асырсаң. Қулығыңды асыра алмасаң, ол қасқыр саған алдырмайды. Анау бізде бала кезден
қулықты жаңағы түлкі қу деп білдік қой. Түлкі қу емес, түлкі қасқырдың қасы ақымақ екен, аңқау екен. Қасқыр қулдың емес. Стратегиясы мықты. Ана 7 қасқыр кетіп бір ізге түсіп кеткен кезде өз қалған 6 қасқыр қайда кетіп қалды деп сасып қаласың. Нұрекен, сізді таңғалдырған қасқырдың ең бір қулық кезі қандай болды есіңізде? Қасқырдың қулық кезі, былай көп естіп жатамыз ғой, жаңағы мынау көбісі қазір мынау шана шыққаннан кейін жаңағы снегоход дейді ғой. Сол шана шыққаннан кейін сол шанамен атады ғой көбісі. Біз ол шанамен емес, мынау итпен шыққаннан кейін шанаға не қылмаймыз. Мынау итке енді мынаның салмағы 50 кг, мына екінші тазының салмағы 56 кг. Шанаға 2 адам отырып аламыз. 2 тазыны бір артына бір жәшік, бір екінші тазы ұстап отырамыз. Енді сонда ана шанаға өзен ауыр жүк салып кетеді да. Шанамыз не болып артып отырып сөйтіп жүрген күндер болды. Бірақ анау жаңағы мылтықпен ататындар ешқандай шанс қалдырмайды. Мен олармен жаңағы кей кезде бәске келіп қаласыз ба? Иә, бәске келіп қаламын. Әйел адамды да атқызсаң атады. Әйелге мылтықты үйретіп қой. Сосын артыңа шанаға отырғызып ал да қасқырдың қасына барып ат десең атады қасқырды. Мынаны тәрбиелеп, өсіріп, кей кезде мынау 2 жыл тәрбиеледік. 2 жыл түспей қалсақ, еңбегіміз босқа кеткен 2 жыл. Түссе ол қуанамыз. Сол сияқты бір моменттер болады. Қасқырдың таңғалдырған кезде мен жаңағы Қызыларай деген тауда жүріп, бір алдыңғы жылы. Қалекең бар, бүркіт бар. Негізі 14 па 18 аттылы шыққанбыз. Таулар қиын екен. Содан жаңағы өзінің бағдарламаң болды ғой, жаңағы Ерғанат атты деп. Көп жігіттердің өзі сол атқа шыдамай кетті. Бір күн жаңағы таумен жүрген кезде, бір күн 2 күннен кейін шыдамай қалды. Ардынан 4-5 күнде 4 ақ ат қалдық. Оның бір жақ Мақсат деген Қарағандағы бір жолдас жігіт, бүркіт досым бар. Қалекең ағамыз бар. Қалекең ағам сол кезде 60 асып кеткен. Атта жүр. 65-8. Анау жастар көп шыдамай қалды. Азарт жоқ аңға деген. Сосын жаңағы инелері бос па білмеймін ғой. Сонда шыдамай қалды. Біз сол 5 күн бойы жүрдік. Осы желтоқсан айында барғанбыз. Текенің бұрқағы дейді ғой, соған дейін өріп қалайық деп. Текенің бұрқағынан өріп қалайық, боран бастап кетпей тұрып деп, соны кейін қарай қайттық елге. Текенің бұрқағына қалып қалсақ, тағы жатып қаламыз деп. Сол кездегі қасқырдың несі жаңағы мені таңғалдырғаны, 7 қасқыр кетіп, бір жолға түсіп кеткенін таңғалдым мен. Бір ізбен. Бірінші қаншық. Қаншықтың арлан қара кішкентай ғой. Онан кейін бөлтіріктерін жібергенде 5 бөлтірік. Үстінен арлан басқан. Тура. Атты үстіге атып бетіп қарайым. Мынау қайда кетіп қалды деп. Сол жерге түсіп қарадым. Бәрі біріз. Сонымен сол бірізбен келе жатсам, бір жарты километрден кейін қайтадан сол бірізден қайта жету болып тарайды ғой. Олардың қулығы. Мынау былтыр январда осындай 2 күні Бесоба деген жерге бардық. Бесоба? 2 қасқыр жаңа малға тыным бермей жатыр деген. Бізге көбісі звондайтындар, біз анау путевканы ала алмаймыз, себебі мен путевкаға мынау Егов деген қазір шығарып қойды, Егов арқылы заявка беріп көрдім. Сөйтсем ол барлығы жай нәрсе екен. Жай болғанда біз сияқты қарапайымдыларға ала алмайтын нәрсе екен, қолжетімсіз. Для галочки жасап қойған. Оны қасқырға көп ағаларымыз жаңағы снегоходпен ең баратын ағаларымыз, техниканың күшімен. Солар жібереді Минсолхозға, Минсолхоз региондарға жібереді, облыстарға. Сол жақтағы ауыл шаруашылық басқармалары рұқсат береді да, соны қайтадан келіп саған береді екен жаңағы. Мен жібердім, маған бәрі де отказ келді. Білмеймін не үшін отказ келгені. Мен жаздым прямо, итпен барамын, итпен шығамын деп. Бірақ алған ағаларымызды білем, жаңағы беделді кісілер қызметтегі. Олар алып отыр. Бірақ өздері шықпайды. Шыққан жағдайдың өзінде жаңағыда техникамен барады. Ешқандай шанс қалдырмайды аңға. Тіпті вертолетпен де баратындар бар екен. Вертолетпен баратындар да бар. Сол анау мен вертолетпен баратындарды мен естідім, қулықтарын енді өзім көрген жоқ. Мына столбыға жабысып қалған деген қасқырдың. Столбыға тұрып қалған. Басқа тығылатын жер жоқ, столбыға тұрып қалған. Байқамай вертолетпен үстінен не қылмаған. Байқамай қалған. Сосын мынау Қараған деген не бар, тобылғы сияқты. Сол сияқты қылып қасқырда келіп жаңағы жүнін
кейін қарай тікірейтіп сол сияқты жата қалған кездерде болған. Оны да бір жаңағы сол аңшылардың аузынан естігенім. Мендегі көрсеткен құлшыншылдық жаңағы сол жеті қасқырдың бір ізге түскені болды. Онан анау Бесауада жүрген кезде бір тау бар, Жамантас деген. Мына беті адыр екен, ортасында бір грейдер жол жатыр. Сол грейдерді жолдың бойынан ана жақтан қуып шығарды қасқырды атпен. Сол енді кеш батып қалды да адырлардың арасына кіруге. Ертеңнен сол адырдан бері қарай өткізбейік деп түнімен грейдердің бойына жүрміз ғой. Сөйтсек таңертең тағы да қараймыз ана жерде грейдердің бойына өтпеген деп қасқыр. Сол мен көріп қалдым, ана бір снегоход өткен ғой. Снегоходтың ізінің үстінен басып өтіпті ана қасқыр. Снегоходтың ізінің үстімен? Иә, ана келгенде снегоходтың ізін білген, ана із түспейтін. Сонымен басып өтіп өткен ғой. Таңғы қылаудың жаңағы түскен несінен байқап қойдым мен. Тоқтап сұрадан қарасам, екеуі де қайтадан тауға Жамантасқа шығып кетіпті. Ана жақта іздеп көрдік, із жоқ, басқа қайтып келген із бар. Бірақ снегоходтың ізі өтіп өткен. Сондай қулықтар болады қасқырдың. Кешеде мысалға аңшылықта жүрміз ғой. Анау қасқыр дегенсе арланы өзін не қылады? Құрбан етеді. Құрбан етеді өзін. Сол құрбандыққа неған кезде ана бөлтірігін тығып өзін құрбан етті арланы. Сені енді көңіліңді алып кетеді ары қарай. Адам деген пенде ғой жаңағы. Үлкендеуге кездессе үлкен нәрсеге жүгіресің ғой. Мына ізге түсіп кеткен кезде жазғанда болды алдыңғы. Ізге түсіп жатырмыз. Бір құртқасы деген жаңағы қанша ғой? Альфа-самка дейді. Екі бөлтірігімен ізге түсіп жатырмыз. 5 күн жатырмыз, 5 күн бойы қар жаумай қойғаннан кейін 6-шы күні қырау тұман түседі да шөптің басының бәрі қырау қотады ғой. Сол таңертең жаңағы малды аударған жерге барсақ, сол жерге келіп қырауды жүрген жолы қара жолақ болып қалған екен. Сол 11-де уже күн көтерілген кезде қырау түсіп қалады шөптің басында. Соған дейін тау аяқтап сол үшеуінің арта түсті жаңағы құртқасымен екі бөлтіріктің. Сөйтіп жүрсек алдымыздан бір үлкен бай кесіп өтеді. Лай кесіп өтеді. Сонда адамның педешілік тараса жаңағы қанағат нәпсі үлкен нәрсеге неғып тұрады да, үлкен алсам, көбірек алсам деген сияқты. Ана үлкен ізге кетіп қаласың ғой, автомат түрде. Үлкен ізге кетіп қаласың, ана жолдан қайдасың, мына біз адастырайын деп жүр арлан. Қайтып келіп жаңа жерге түсеміз. Бұлай өтіп кетіп, 2 рет біз алдық. Үшіншісінде қараған жоқпыз, үшеуін қоя бердік. Сөйтсек бір қамысқа келіп кірген кезде жаңағы арлан келіп мына жақтан келіп кірді. Иә. Сол арланын ғана алдық, ала алмадық қалғанда. Сол арланын барып бір айналып келсек, уже құртқасын қашырып жіберген. Мына жақтан несін қашырып жіберді? Бөлтірігін. Арланы ішіне шықпай жатты. Енді арланы сонымен арланы неғып едік, арланы өзі шықты да бір бөлтірік қалды ішінен шықпай. Сол арланы алдық, бұйырды. Иттермен алды oldu да. Сол бұл қазақтың тазысының қазіргі жағдайы. Жақсы, Нұреке, үлкен рахмет. Енді бір көрерменге қызықты әңгіме болады деген сенімдеміз, ойдамыз. Алла күш қуат берсін. Әмин. Неше жылдан бері осыны дамытып келе жатырсыздар. Ары қарай да біздің қазағымыздың құмай тазысының, жалпы мынау жылқы өнерінің, бәйгенің дамуына үлкен үлес қосып жүрсіздер. Ер қанаты бағдарламасы Әділ Орынбасарұлымен. Нұреке, жаңа дастархан басында отырған кезде жұдырық деген тұлпарыңыздың бар екенін айтып өттіңіз. Жұдырықты міне келдік. Құрметті көрермендер, мынау жұдырық деген тұлпар. Енді жұдырықтың шығу тегін өзіңіз бір көрерменге таныстырып өтсеңіз. Ана айтып өткен тұлпар. Бұл жұдырық деген шығу тегі. Айтады ғой, шетелден келген иномарка дейді да. Үйде туылған сол иномаркаларды бір-бірімен қосып туылғаннан соң қолтума дейді. Сол қолтума Семей жақта туылған. Доморожка. Доморожка. Семейде Зекен деген ағамыз бар. Қазақстанның қазақ барысы алған Айбек Нұғымаров бауырымыздың бапкері. Сол Зекен ағамыздың атқорасынан шыққан. Бұны әкесі де жүгірген, майгейсің линиясы тегі. Әкесі де жүгірген, шешесі де жүгірген, ағасы да жүгірген. Сол өзі қосып шаптырды. Сол қосам ба деп былтыр неғып едім, дайындап. Пандемияға байланысты
жарыстарды мына көпшілік жинауға тыйым салғаннан кейін жарыстар болмады да әр жерде тығылып жаңағыдай жарыстар ұйымдастырды 20 мың 30 мыңнан взнос төлеп бәйгелері мардымсыз болды 200 мың 300 мың болады сонымен ондайға атты қинамай-ақ қояйын деп сосын тоқтатып қойған сөйтіп жүргенде президент кубогы кеше күзде болған президент кубогын 10 күн қалған кезде барып хабарлады болады деп рұқсат берді деп сол кезде ат дайын болмай қалды да мынау солтүстік жақтағы аттар сол оңтүстік жақтың аттары барлығы келіп ұтып кетті бақтар жанды баптары келісті енді бұл жақта солтүстік жақта ат дайындағанда бір жаңағы минусы бар мына оңтүстік қарағанда оңтүстікте күн жылылау олар қысы бойы мініп шығады атты шаговой беріп бізде қысы бойы білмейміз қазір мысалға далада 34-37 градус болып тұрғанда ощущение 44 болып тұр мысалға 20 градустан минус 20 градустан асса атты мінуге болмайды бұны қазір мінгеннен кейін шамалы үсті бусанады терлейді кигеннен кейін салқындап қалып мынау бүйрегіне неге суық тиюі мүмкін тері қатуы мүмкін сондықтан бұл жақта қатты міне алмаймыз қатты суық болып кеткен 20 градусқа дейін мінеміз оған дейін міне алмаймыз одан кейін сондықтан мынау солтүстіктің аттары шамалы оңтүстік аттарына кей кезде беріп қойып жататындар сондықтан сол тренинг жағынан кемістік болып қалып жатады сол құдай қаласа енді бағы жанып тұрса жаңағы ат шаба ма бап шаба ма деп бағы жанса қосамыз келесі жылы құдай қаласа Әмин. Үлкен рахмет енді. Аламан бәйгеден бас жүлдені алатын сәйгүлік болсын. Әмин. Рахмет, құрметті көрермендер. Осымен Ерған аты бағдарламасының бүгінгі саны аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Каналымызға тіркеліңіздер, комментарийларыңызды жазыңыздар және де осындай тамаша дүниелерді алдағы уақытта шығарып отыруға сіздер қолдасаңыздар бір әрқашанда дайынбыз. Нұреке, рахмет үлкен. Ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Алла разы болсын. Әмин.